Саламатсыздар ма, құрметті магистранттар? Бүгін бастай берейін ба? Саламатсыздар ма, құрметті магистранттар? Бүгін ұңғыманың түп мән аймағын конструкциялық жобалау пәнінен екінші дәріс ұңғыманың түп мән аймағының геологиялық және физика-химиялық ерекшеліктері. Дәрістің мақсаты мен міндеттері. Негізгі мақсаты магистранттарға ұңғыманың түп мән аймағының геологиялық құрылысы мен физика-химиялық қасиеттерін, олардың ұңғыма өнімділігіне тікелей әсерін және өндіруді қарқындату шараларымен байланысын жүйелі түрде түсіндіру. Бұл білім мұнай-газ кен орындарын тиімді пайдалану үшін өте маңызды болып табылады. Дәрістің негізгі міндеті ұңғыманың түп мәні аймағы ұғымын және оның қабаттағы нақты орнын түсіндіру. Ұңғыманың түп мәні аймағының негізгі геологиялық ерекшеліктерін жан-жақты қарастыру. Физика-химиялық процестердің мәнін және механизмдерін ашу. Ұңғыманың түп мәні аймағының жағдайының ұңғыма жұмысына тигізетін әсерін талдау, өнімділікті арттыру әдістерімен таныстыру. Ұңғыманың түп мәні аймағы туралы түсінік. Ұңғыманың түп мәні аймағы бұл ұңғыма оқпанына тікелей жанасатын және қабат флюидтері, яғни сұйықтықтары ұңғымаға фильтрленіп келетін шектеулі көлемдегі критикалық маңызды аймақ. Аймақтың радиусы геологиялық жағдайларға, қабат қасиеттеріне және технологиялық факторларға байланысты бірнеше сантиметрден бірнеше метрге дейін өзгереді. Аймақтың орналасуы ол ұңғыма оқпанына тікелей жанасатын қабат бөлігі, флюидтер ағының негізгі өтетін жолы. Өлшемдері, яғни олардың радиусы 0,1-ден 5 метр аралығында, қабат қасиеттері мен бұрғылау технологиясына тәуелді өзгеріп отырады. Қабат пен ұңғыма арасындағы әлсіз буын, яғни сүзгілік кедергілердің басым бөлігі қалыптасатын аймақ. Ұңғыманың түп мән аймағы жағдайы ұңғыманың дебитін, өнімділік коэффициентін және іскен фактор шамасын тікелей анықтайды. Осы аймақты оңтайландыру өндіру тиімділігін арттырудың негізгі резерві болып табылады. Яғни, мұнайды көп өндіру, көп мөлшерде алу үшін ең бірінші ұңғыманың түп мәні аймағының жағдайын жақсартуымыз қажет. Ұңғыманың түп мәні аймағының геологиялық ерекшеліктері, қабат жыныстарының литологиялық құрамы, геологиялық сипаты ең алдымен коллектор жыныстарының түріне, олардың минералогиялық құрамына және құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты. Мұнай-газ кен орындарында түп мәні аймағы әр түрлі типті жыныстарда дамуы мүмкін. Әрқайсының өзіндік ерекшеліктері бар. Яғни бірінші құмтастар мен алевролиттер, яғни терегенді коллекторлар ең көп таралған тип. Жақсы өткізгіштікпен сипатталады, бірақ сазды материалдардың болуы кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Сонымен қатар екінші карбонатты жыныстар, олар әктастар мен доломиттер, күрделі кеуекті құрылымға ие, жарықшақты кавернозды коллекторлар жоғары өнімділікпен сипатталады, бірақ анизотропты болып келеді. Қышқылдық өңдеуге жақсы жауап береді. Үшінші, сазды құмды кешендер, гетерогенді құрылым, қиын болжанатын қасиеттер, сазды минералдардың болуы, ұңғыманың түп мәні аймағының сүзгілік қасиеттерін айтарлықтай нашарлатады, себебі олар ісінуге және дисперсиялануға бейім. Кеуектілік пен өткізгіштік ерекшелігі. Ұңғыманың түп мәні аймағында кеуектілік және өткізгіштік параметрлері бастапқы қабат мәндерінен айтарлықтай төмен болуы мүмкін. Бұл құбылыс бүлінген түп мәні аймағының қалыптасуына әкеледі және ұңғыма өнімділігін төмендетеді. Бүлінудің негізгі себептері: бұрғылау фильтратының енуі, яғни бұрғылау ерітіндісінің сұйық фазасы қабатқа енеді және кеуек кеңістігін толтырып тастайды. Қатты бөлшектердің тұнуы, яғни шылам, сазды бөлшектер және басқа қоспалар керек арналарын бітейді. Үшінші, механикалық бұзылыс. Кеуек жыныс құрылымының деформациясымен бұзылуы, яғни ұсақталуы, қысым деформациясының әсері, яғни жыныстың сығылуы мен кеуек кеңістігінің азаюы. Бұл жерде ең маңыздысы өткізгіштің төмендеуі, кеуектіліктің азаюының әлде қайда күштірек болады. Себебі ең кішкентай каналдар бірінші болып бітеледі, ал олар арқылы да негізгі ағын өтеді. Ұңғыманың түп мәні аймағындағы коллекторлық қасиеттердің бастапқы мәндерге қатысты сақталу деңгейі. Ең бастысы, ең маңыздысы, яғни көріп тұрғандарымыздай кеуектілік, өткізгіштік. Жарықшақтың және қабаттың
анизотропиясы. Жарықшақты және қабатталған коллекторларда ұңғыманың түпман аймағы күрделі және гетерогенді құрылымға ие болады. Мұндай жағдайда сүзгілену процестері стандартты теориялық модельдерден айтарлықтай ерекшеленеді және арнайы тәсілдерді талап етеді. Жарықшақты ағым. Сүзгілеу ағыны жарықшақтар арқылы басым өтеді. Олардың өткізгіштігі матрица өткізгіштігінен мыңдаған есе жоғары болуы мүмкін. Анизотропия әсері, яғни тік және көлденең өткізгіштік айтарлықтай ерекшеленеді. Жарықшақтардың бағытына байланысты өткізгіштік 10 және 100 есе өзгеруі мүмкін. Дебитке әсері. Ұңғыма дебиті анизотропия дәрежесіне және ұңғыманың жарықшаққа қатысты бағытына тәуелді дұрыс орналастыру дебитті 2-3 есе арттырады. Жарықшақты коллекторларды игеру кезінде ұңғымаларды жарықшақтардың басым бағытына перпендикуляр бұрғылау өте маңызды. Бұл максималды қиылысу нүктелерін қамтамасыз етеді және өнімділікті айтарлықтай арттырады. Физика-химиялық ерекшеліктері. Мұнда қабат флюидтері мен технологиялық сұйықтықтардың өзара әрекеттесуі. Ұңғыманың түпман аймағында әртүрлі табиғатты және құрамды сұйықтықтар тоғысатын күрделі физика-химиялық жүйе. Мұнда мұнай, газ және қабат суы сияқты табиғи флюидтер, бұрғылау ерітіндісінің фильтраты, цемент ерітінділері, қышқылдар мен әртүрлі химиялық реагенттер араласады. Мұнай фазасы. Негізгі өндірілетін флюид құрамында парафиндер, асфальтендер және шайырлар болады. Екінші су. Ол қабат суы және технологиялық сұйықтықтар, әртүрлі минералдану дәрежесі болады. Газ фазасы ерітілген және еркін газ қысым өзгерісіне байланысты сезімтал болады. Реакция өнімдері, тұздар, эмульсиялар, тұнбалар түзіледі. Тұз шөгінділер, яғни кальций, барий карбонаттары мен сульфаттары кеуектерді бітейді. Тұрақты эмульсиялар, мұнай мен су эмульсиялары өткізгіштікті 50-70%-ға төмендетеді. Коллоидты жүйелер, ұсақ дисперсті бөлшектер ағынды бітеп өткізгіштіктің қасиетін төмендетеді. Жыныстың сулануы мен коллоидты химиялық процестер, яғни сулану қасиеті, ол жыныстың сулану қасиеті ұңғыманың түпман аймағындағы сүзгілену процесіне және флюидтердің қозғалғыштығына тікелей әсер етеді. Бұл параметр мұнай қабатын игеру технологиясын таңдауда шешуші рөл атқарады. Гидрофилді жыныстар, яғни су фазасы басым, жыныс беті суды жақсы ұстайды, мұнайдың қалдық қанығуы жоғары болады. Гидропофты жыныстар, яғни ол мұнай фазасы басым, мұнайдың қозғалғыштығы жоғары, қалдық мұнай қанығуы төмен болады. Аралас суланған екі фазаның біркелкі тарауы ең қиын болжанатын жағдай. Коллоидты процестерді бақылау үшін арнайы ингибиторлар мен тұрақтандырғыштарды қолдану қажет. Коллоидты химиялық процестер ұңғыманың түпман аймағында бірнеше өзара байланысты құбылыстар жүреді. Яғни бірінші саз бөлшектерінің ісінуі, бөлшектердің миграциясы, ион алмасу реакциялары құбылыстары болады. Қысым мен температураның әсері және ұңғыманың түпманы аймағына өнімділігіне әсері. Яғни ең бірінші ол термодинамикалық факторлар. Ұңғымаға жақындаған сайын қысымның төмендеуі және температураның өзгеруі бір қатар жағымсыз құбылыстарға әкеледі. Яғни бірінші газдың бөлінуі, екінші органикалық тұнбалардың түзілуі, үшінші арналардың бітелуі. Ұңғыманың түпман аймағындағы геологиялық және физика-химиялық өзгерістер ұңғыма жұмысына кешенді түрде әсер етеді. Ең бірінші, яғни өнімділікке әсер етеді. Дебиттің төмендеуі, ұңғыманың түпман аймағын бөлінуі салдарынан орташа дебит төмендейді. Скин фактор, яғни бөлінген аймақтарға тән мән диапазоны 3 пен 7-ге дейін жетеді. Кедергінің үлесі, жалпы кедергідегі ұңғыманың түпман аймағы кедергісінің үлесі 70%. Осы себепті ұңғыманың түпман аймағының жағдайын жақсарту үшін бір қатар арнайы технологиялар қолданылады. Яғни қышқылмен өңдеу, ол көбінесе карбонатты коллекторлар үшін қолданылады. Гидравликалық жару, яғни төмен өткізгіш жыныстар үшін еріткіштер мен беттік белсенді заттарды қолдану. Екінші дәрісті қорытындылайтын болсақ, ұңғыманың түпман аймағы мұнай газ өндіру жүйесіндегі ұңғыманың тиімді жұмысын анықтайтын негізгі элементтердің бірі болып табылады. Бұл аймақтың жай-күйі өнімділіктің 60-70%-на дейін әсер ете алады. Жан-жақты зерттеу керек. Ұңғыманың түпман аймағының геологиясы, физикалық, химиялық
химиясын толық талдау, технологиялар таңдау, қарқындату әдістерін дұрыс анықтау керек. Өнімділікті арттыру, яғни дебитті 2-5 есе арттыру мүмкіндігі, экономикалық тиімділік, өндіру шығындарын оңтайландыру. Ұңғыманың түпман аймағы қабат пен ұңғыма арасындағы критикалық аймақ радиусы 0,1-5 метрге дейін болады. Геологиялық ерекшеліктері этология, кеуектілік, өткізгіштік, жарықшақтық, скин фактор, ұңғыманың түпман аймағының бүлінуін сандық өлшемі. Ең маңыздысы, ұңғыманың түпман аймағын зерттеу және оңтайландыру, мұнай-газ кен орнының ұтымды игерудің және өнімділікті максималды арттырудың негізі болып табылады. Заманауи технологиялар мен ғылыми тәсілдерді қолдану экономикалық тиімділікті айтарлықтай арттырады. Рахмет.